Байлық пен ақыл ертегісі. Бір күні шалдың 4 ұлы болыпты. Шал ұлдарын шақырып бұлай депті: Мен қартайдым. Енді біреуінің байлықтарың мен ақылдарың сай болса, солар менің мұрагерім болады депті. Сөйтіп, үлкен ұлы асыл тасты жүзік салған қолын көрсетіп, міне менің байлығым дейді. Екінші ұлы киімін көрсетіпті. Менің алдымда тұрғандар маған бас иеді депті. Ал үшінші ұлы беліне белдік тағып көрсетеді. Міне менің байлығым деп. Әкесі ең кенже ұлына қарап басын шайқайды. Сен немен мақтанасың дейді. Сөйтіп, кенже ұлы менде тек еңбек сүйгіш 2 қолым және жүрегім бар дейді. Сөйтіп, кенже ұлының сөзі шалға қатты ұнады. Сөйтіп, шал ең кенже ұлын мұрагері қылып қалдырды.